Сіздің асқазаныңыз ауырады, бірақ мәселе бел омыртқадан да болуы мүмкін. Сіздің асқазаныңыз ауырып, қанша дәрі-дәрмек ішіп емделсеңіз де толықтай жазылмай, сіз ойлағандай нәтиже болмай жатуы мүмкін. Бұл кезде сіздің асқазаныңыз тікелей бел омыртқаға да байланысты. Себебі асқазан бел омыртқаның 6-10 бөлігіне бекінген, сол бекінген клеткалар зақымданса, дұрыс сигнал бармайды. Асқазаныңыз ауырып жүрсе, бел омыртқаны міндетті түрде тексерістен өткізгендеріңіз дұрыс болады. Мен бұл ақпаратты қайдан алды десеңіздер, білім алу жолында Қытайдан келген доктор Лиден дәріс алған болатынмын. Сол себептен де ас қорыту жүйесінің саулығы бел омыртқаға тікелей байланысты. Біздің бионализатор аппаратынан диагностиканы өту арқылы сіз бүкіл ағзаңызды тексерістен өткізіп, асқазаныңызбен қатар бел омыртқаңызды, беліңізді нақтылап түсіріп алсаңыздар болады. Диагностиканы өткілеріңіз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.